Қостанай облысында егін орағы қарқын алды. Аталған аймақтың солтүстік аудандарында егін орағы енді қыза бастады. Астықтың ылғалдылығы жиын терін жұмыстарын 10 шақты күнге кешігіп бастауға мәжбүр еткен. Соған қарамастан жоғары технологиямен жарақталған шаруашылықтар жерде өскен ырысты қысқа мерзімде ысырапсыз жинап алатындарына сенімді деп мәлімдейді Стан КЗ. Қостанайлық диқандар үшін биылғы егін орағының да сынағы аз болған жоқ. Әсіресе солтүстік аудандарда жаз аяғы жауған жаңбыр жұмысқа біраз тежеу болды. Биыл шаруашылықта алғаш рет агросараптама бағдарламасы қолданысқа енгізілді. Қазір бәрі компьютермен есептеліп басқарылады. Оның сыртында механизаторлардың әрқайсысына электронды карточкалар берілген. Мұндағы мамандардың пайымдауынша өндірісті цифрландырудың арқасында түрлі шығын көздерін 20-30%-ға дейін қысқартуға болады екен. Ал егін орағына келсек, осы күнге дейін облыс бойынша 5 миллион гектардан астам алқаптың 47% жиналған. Алматыда жанармай бағасын заңсыз көтергендерге айыппұл салынады. Аталмыш шаһарда АИ-92 және АИ-95 маркалы бензин бағасын заңсыз көтергендер анықталды. Жанар-жағармай сататын субъектілердің жұмысқа әрекеті Алматы қаласы бойынша монополияға қарсы департамент қызметкерлері жүргізген тергеу барысында әшкере болған. Бағаны қолдан көтергендерге 260 миллион теңге мөлшерінде айыппұл салынды деп хабарлайды Тенгриньюз КЗ. Бүгінде жанармай бағасын негізсіз көтерген 4 компания анықталып отыр. Департамент өткен жылдың сәуір айынан бүгінгі күнге дейін 24 талдау жүргізген. Қазір қалада 1 литр дизельдің бағасы 187 мен 191 теңгеге дейін сатылып жатыр. Айта кетейік, жанар-жағармай бағасы маусым айындағы акциздік ставканы арттыру туралы үкімет қаулысынан кейін өсе бастаған. Бұл қаулы 31 қазанға дейін күшінде болады. Сондықтан дизель отынның бағасы тек күзгі егістік жұмыстары аяқталған соң арзандауы мүмкін дейді сарапшылар. Антимонополия қызметкерлерінің айтуынша заңсыз бағаны өсіретіндермен күрес жалғаса береді. Ал негізсіз баға көтергендер қомақты айыппұл төлейтін болады. Алматыда 32 науқастың өміріне қауіп төндірген мәселе шешімін тапты. Қатерлі ісікке шалдыққан науқастарға аса қажетті дәрі-дәрмектің уақытында жеткізілмей отырғаны туралы бұрында айтылған еді. Таяуда осы мәселеге орай өткен баспасөз мәслихатында дәрімен қамтамасыз етуге жауапты медициналық ұйымдардың өкілдері сүт безінің қатерлі ісігін емдеуде қолданылатын герцептин препаратының тапшылығы жақын арада шешілетінін тілге тиек етті. Бұл туралы Бақ КЗ ақпараттық порталы мәлімдейді. Мамандар мәселенің ушығуын сүт безі қатерлі ісігінің 5%-ға өсуімен байланыстырып отыр. Бүгінгі таңда Алматыда осындай диагноз қойылған 5426 әйел бар. Биыл диагностикадан кейін онкологиялық аурудың бұл түрі тағы 406 әйелден табылған. Емнің толық курсын алу үшін әр науқасқа 18 құты герцептин керек. Ал оның бір данасы 300 мың теңге тұрады. Онкологиялық науқастарға аталған дәрі тегін беріледі. Туындаған тапшылық 32 науқастың өміріне қауіп төндірген. Мәселені шешу үшін мамандар қажетті препаратты қызылордалық әріптестерінен қарызға алған. СК Фармация өкілінің айтуынша герцептин препараты Алматыға 20 қыркүйекте жеткізіледі. Аргентинада жаппай наразылық шаралары тоқтамай тұр. Елде президент Маурисио Макри мен халықаралық валюта қорына қарсы шерулер бәсеңдемеуде. Ел астанасы Буэнос-Айресте ондаған мың адам қатысқан тағы наразылық акциясы өтті деп хабарлайды 24 КЗ. Шерушілер Макри үкіметі мен халықаралық валюта қорының бюджетті үнемдеу жөніндегі ұсыныстарына наразы. Олардың айтуынша бұл үнемдеу шаралары аргентиналықтардың жағдайын нашарлата түспек. Ал билік мұндай саясат елдің бюджет дефицитін қысқартып, инвесторлардың сенімін қайта қалпына келтіреді дейді. Еске сала кетейік, Аргентина маусым айында экономикалық дағдарыспен күресу үшін халықаралық валюта қорынан 50 миллиард доллар несие алу жөнінде келісімге қол қойған. Себебі жоғары инфляция мен ұлттық валютаның құнсыздануынан мемлекетке дефолт қаупі төнген. Ал алдын ала болжамға қарағанда биыл инфляция 40%-ды құрамақ. Қазірдің өзінде оның деңгейі 30%-дан асып кеткен. Жәнібек Әлімханұлы 15 қарсыласын нокаутпен жеңген колумбиялықпен жұдырықтасады. Қазақстандық кәсіпқой боксшы Жәнібек Әлімханұлының қарсыласы белгілі болды. Отандасымыз 28 қыркүйек күні колумбиялық боксшы Карлос Галванмен жұдырықтасады деп хабарлайды Вести КЗ. Бокс кеші Калифорния штатындағы Окленд қаласында өтеді. Бұл Жәнібектің Боб Арун басқаратын Top Rank промоутерлік компаниясы қатарына қосылғаннан кейінгі ақштағы алғашқы жекпе-жегі болмақ. Карлос Галван кәсіпқой бокста 24 жекпе-жек өткізген. Оның 16 жеңіске жеткен. Соңғы рет наурыз айында америкалық боксшы Вилли Монромен жұдырықтасып жеңілген. Ал Вилли 2015 жылы Геннадий Головкинмен шаршы алаңға шыққан боксшылардың бірі. Айта кетейік, Жәнібек Әлімханұлы әйгілі Top Rank промоутерлік компаниясымен келісім шарт жасасқан тұңғыш қазақстандық.
Алматы облысы Қарасай ауданы жұртшылығы игі бастамаға куә болды. Қаскелен қаласында көлемі 2800 шаршы метр аумақтан қоныс тепкен номер 2 спорт мектебі есігін айқара ашты. Бұл спорт кешенін ашқан адамдарға алғысым шексіз, себебі бұл бізге болашаққа жолымыз ашады. Болашақ чемпиондардың залы деп үміттенемін. Жас спортшылар спорттың 14 түрі бойынша жаттығады. Айталық күрестің 3 түрінен бокс, волейбол, баскетбол, таеквондо, тоғызқұмалақ тағы басқасында. Жаттығатын ұл-қыздар талай белдесу мен сайыста оқ бойы озық шығатынына күмән жоқ. Сондай-ақ спорт кешенінде 30 бапкер жұмыс жасайтын болады. Келешекте мұнда әртүрлі спорт түрінен жарыстар өтіледі деп күтілуде. Біздің енді основной направлениеміз өзіміздің ұлттық ойындарды енді айтып өтетін болсақ, жаңа қазақ күресі, еркін күрес, дзюдо, бокс, жаңа волейбол, баскетбол 14 түрден тренировка жаттықтыру басталады сентябрьден бастап.